Айтыстың жұбы Маңғыстау облысы Жаңаөзеннен келіп жатқан Жайық елінің құрметті қонағы Абай Жолмағанбетов. Абаймен айтысатын Сырым ауданынан Бауыржан Шиірмерденұлы. Bismillah, bismillah, bismillah. Ey Xudayдың құлы біз едік, Xudayдың құлы біз едік, құбыла жаққа бұрылған. Алла деп сөзді бастасам, шабытымның шашақ ойнап, тілімнен сөзім шұбырған. Ал қайырлы болсын әлеумет, ал қайырлы болсын әлеумет, жайығымның бойына тартынып жырдың өлеңінің керуені жетіп жығылған. Бұл жайықтың бойында сән салтанаты өлеңнің жиналған жоқты бұрыннан. Әбу Бәкірлер өткен жер, ол өлеңнің еді бұлағы жүрегіме қарай жырылған. Жымпиды жаққа барсаңыз, Асанның желмаясы ауыз деген деседі, өлеңті деген суымнан, шідерті деген суымнан. Сол шідертінің бойында Есенгелді Тархан өтіпті, байлығынан шығынған. Өлеңтінің бойында болған бай би өтіпті, қынықтың салы талайды қызыл тілге салып қуырған. Жымпиды деп сөйлесем, сырымды қалай айтпаймын, қаймана қазақ қамышын қара терге жуынған, қара сөздің құнын қуынған. Сол сырымдар күнінде қарсыласқан дұшпаны қынын аңғылы суырғанша көмейден тілін суырған. Айта берсең бартағы, біздің жақта өткен қожалар құрам мен киік саудырып, құдіреттері қылынған. Тамасайда Жұмағазы, Сулысайда бар Зейнеке, адамнан озған ғылымнан. Тұманда өткен дүниядан қарасуды ұйытқан, адамның барлық пендеші өлмек үшін туылған. Жымпидыдай жағымда ақын қадыр туылған, өлеңі бетер бұрымнан. Баукең айтпа деп еді, бірақ жарылайын сырымнан. Қара төбеден келген жаңағы Райымбек балаң сөйледі. Елбасыға хат жазған деп Жымпитыны айтқанда жұрт күлкіден қырылған. Хат жазған бұлай тұрсыншы, елбасына дат айтқан, айналып қалай кетпейсің Қалиоллада юлыңнан. Мен осындай жақтанмын, барып көрсеңіз ағайын, қылық кетпеген қызыңнан, ұят кетпеген ұлымнан. Мен Жымпитыдай жерденмін, осындай жерден келгесін сөйлейін таймай тұғырдан. Осындай жерден келгесін сөйлейін таймай тұғырдан. Ассалаумағалейкум, ағайыным бір туылған, жайығымның бойына ақ сәлемді әкелдім сары дала сырымнан. Сырымның атын естісе, Екатерина ханымның жүрегі аузына тығылған. Ол іштен емес ағайын, Жақанша батыр кембеді желбіреп тұрған туымнан. Сол Жақанша батыр кезінде Кремльдің төрінде қазақтың жері қазақтікі деп Лениннің үстелін жұдырығымен бір ұрған. Айтып-айтпай не керек, Жымпиты жақтан келдім мен. Қазақстанның басы да біздің ауылда құрылған. Ал сөйле десең сөйлейін, ал сөйле десең сөйлейін. Ал сөйлеп көмейдегі қызылтыл қызуын қайтып бір күні қаларсың сенде адыра. Қолымдағы домбыра арқаңды маған сүйеді, ағытыл сенде аңыра. Сөйлемей қалай қаласың, бірақ жаратқан Алла бұйыртып келіп те қалған кезіңде жақсылардың жанына. Ал әлеуметің барсың ба, бір Аллаға сыйынып, қайыр деген жоғына, шүкір деген барына. Ал амансың ба абайым, сенімен бүгін жолықтым, маңдайымның білмеймін сорма бұл бағыма. Ақ құрдасым сен едің, беріден тартып сөйлесем, адайымның ұлы едім, тартып сөйлесең арыға. Ал жайығыма қош келдің, парқына сөздің бойласаң, патша көңілді тыңдарман, шығарады көңіл тағына. Қосыламын десең өзің біл, пәтуасыз сөз сөйлеп, аузы барлардың санына. Аман ба айтшы құрдасым,
Маңғыстауым қалай елдегі байлығы келген бабына, адайларым аман ба арыстандай арына, қасқырдай қара қанына. Аман ба тыныш ба айтшы құрдасым, Жаңаөзенімнің жағыда. Сол баяғы жүрмәлі шетелдіктер қаптап шіркейдей мұнайымның маңына. Мұнайшыларым аман ба баяғыдай тағыда, әділдікті таба алмай, жалақыларын ала алмай жүрген жоқ па сабыла. Сен өзің досым қалайсың, сұрау салайын қалыңа. Тұрпатыңа қарасам жарайтындай жігітсің. Ей, жалманынан ұсталған, теріменен тысталған айбалтаның сабына. Атың адам болғасын, еңбек нәсіп еді ғой. Адамның дені сауына, сенің жұмыспен ішің жоқ, кірісің әлі келмейді-ау қызметтің қамына. Ей, айналайын ақ құрдас, домалаумен әлі жүрсің бе, дүния деген тақтайдың қисайып тұрған жағына. Ей, атың абай болғасын, айналмағаның жөн еді, жаныңның жайғабына. Мен сені білсем баяғыдан, сөйлегеніңді көрермін. Мен білсем сені баяғыдан, сөзіңнің жартысы дабыра, жартысында жоқ мағына. Абай болғаның осы ма? Ал абай болсаң бауырым, сөйлеп көрші тағы да. Кезегіңді берейін, менімен бүгін айтыстың. Абай болсаң бауырым, абай бол тілмен жағыңа. Сенің құраған өлеңің бе? Өлең құрау шынымен өнерің бе? Дабырлатып бірдеңе айтып бердің, біреу тоқта, біреу болмайды деді ме бөгелуге? Аптығыңды баса қой, айналайын берейін бауыржанның керегінде. Айтпақшы бір сөзіңе түсінбедім, түсіндіре жатарсың себебінде. Мен әлі аузымды ашпай жатып, сөзіңде мағына жоқ дегенің не? Жарарет анық сөйлеп, анық отсаң, көнерем дұрыс жала жауып отсаң. Төкпелеудің көкесі осы екен деп, айтпасқа амалым жоқ лағып отсаң. 4-5 жолын қаңғытып жібердің ғой, өлеңіңе құлақты салып отсам. 60 жылдық айтысқа ұят болар, 6 жолға бір ұйқас тауып отсаң. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Басыма келеді деп не түрлі ой, сен өйтіп бет алды жоқ көкуді ғой. Үлгі алсай Халиолла бауыржаннан айтқын келсе алашқа өтімді ой. Бұл қазаққа бір абай жетеді деп, мынауың жаңа маған шекінді ғой. Ұйқасыңа қарасам оралға да бір бауыржан жететін секілді ғой. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Әлек болар білмесе әлін адам, етікшідей етікке жарымаған. Билеті қымбат бірақ күлкі сарзан, бұл күнде театр көп жамыраған. Соларға ағыл тегіл жиылады адамдар, оң мен солын танымаған. Алайтысым ақсүйек өнереді, ар демген арғымақтай арымаған. Қазақтың баға жетпес байлығы бұл, дағдарыстың дауылы дарымаған. Сондықтан да билеті тегін болып, залға да жиылыпты толып адам. Оралдық ағайындар қалайсыңдар, болсыншы елім тыныш жерім аман. 11-де басталатын осы айтысқа 9 болмай топырлап келіп аған. Алтыннан қымбат сөзін ақындардың қара жерде қалдырмай теріп аған. Мен үшін әрқайсың қымбатсыңдар, айтыс десе баспайтын кері қадам. Билеті тегін болып тұрғаныммен айтысқа келмейді ғой тегін адам. Әгейгәгім, әгейгәгім.
Дұшпанға бетерден де бетерленер, досқа қынек жыр менен шекер берер. Ал енді шын ақынды тірісінде көр алса, ақ жайықтай мекен көрер. Осы елдің атынан топқа түсіп жинап еді мелістей көкен бедел. Сол мелістің артына іні болып ергенімді бұл күнде етем бедел. Ендеше мені де жатсынбас екен ақындарға абырой әперген ел. Өзім үшін Оралдың жұрты қымбат, айтыс болса жайыққа жетем жедел. Ендеше өзім ғой деп қолдағайсың, сендерді мен емеспін бөтен көрер. Абайды аяғына таптай қоймас, мелісті төбесіне көтерген ел. Шыққандар жымпитының алабынан, тартпаған бір-бірінің балағынан. Дәл сондай құт мекеннен келіп отқан бармысың бауыржандай балағыран. Бұл күнде сен газетте журналисің, әрісті сұрау керек адамынан. Бұл күнде сен газетте журналисің, ауданның тыс қалмайтын хабарынан. Газетке нендей нәрсе жазып жүрсің, әрісті сұрау керек адамынан. Жағдайы жоқ ауылды жаздыңыз ба, айлығы аспай тұғын тамағынан. Кедейдің балаларын жаздыңыз ба, қос бала бір киімді қатар киіп амалсыз кешігетін сабағынан. Жоқ әлде аса алмай жүрмекенсің, талқыланбас басшыңның талабынан. Бұл күнде көп басшыны білеміз ғой, көңілің көңшімейтін жауабынан. Елге бір жақсылығын жасай қалса, қошемет күтетін әр қадамынан. Кедейдің баласына киім берсе, куә болады ауыл мен қала бұған. Экраннан көрсетіп жариялап, айнымай сөз сөйлейді саналыдан. Сонан кейін газетке жаздырады, тілшінің майтамызып қаламынан. Ария болған жерде сауап болмас, хабарыңыз бар шығар бала бұдан. Әкіміміз бейтті деп жариялап, бейліктің жылы өздеп қабағынан. Сенде жүрген жоқсың бей басшыларды, айырып әрең жиған сауабынан. Айналайын Абайжан, артық сөйлеп бармашы, аузыңа болшы сенеге. Төкпелетіп сөйлесем, Марабай жырау әуелде сөйлеген екен көнеде. Төкпелетіп сөйлесем, ол Қатимолладан қалған өнеге. Төкпелетіп сөйлесем, ауылдағы әкем Махмет өлеңге толған тегене. Төкпелетіп сөйлесем, ұстазым Бауыржан Қалиолла шәкірттікке келгенге жүргісінге едім немере. Осыдан кейінне Абайжан маған бірдеңе дегін келеме. Әкімдердің сауабын Абайым айтып назданған. Ақыр заманда сияқты жетуге бізге аз қалған. Ақыр заман емей немене, адамдар деген көбейді. Біреудің өліп қалғанын, біреудің ажырасқанын, біреуді зорлап кеткенін жазғандарға мәз болған. Қоғамда жүріп жатырмыз, жаңалық деген осы деп өсек өтірік сөз болған. Әкім бе мейлі басқа ма, жақсылық сауапты жазған жақсы ғой. Өсектеп жұртты жамандап, күнә жасап азғаннан. Өзің ойла Абайжан, мынау қазіргі заманда жамандық жазған, жақсылық жазған тиімді, жамандықты жазғаннан. Ал мен тыңдайын құрдасым, журналистің сыры шертіл... Мен тыңдайын құрдасым, журналистке жырың шерленсе, кім тыңдайды бауырым, сол журналистер шерленсе. Журналистердің өзінде мәселе жоқ ау сендерше. Ал мен айт десең айтайын.
Ауылдарда жас тілшілер баспанасы жоқ босып жүр, мәселе осы ең меңше. Жанашыр болсаң бауырым, осы неге айтпайсың, әкімді айтып басшыны кеудеңді босқа кергенше. Журналист десең айтады, дегенмен әріптестерім осығанда қарамай, ауданының жоғын жасырып, жақсылығын асырып, қағаз қаламы қорында фотоаппаратын асынып, еңбек етуде ерлерше. Үйсірап барса билікке, журналистер жас мамандардың санатында жоқ қой деп, мәселені соғыстырады сеңдерше. Ал осыны мен де айтайын. Дипломмен ауылға ала алмайтын тілшілер, қызметтік пәтерге саналмайтын тілшілер. Жақсы болар еді тілшіні, тым болмаса ветеринармен тең келсе, бір басшының үстінен арыз жазса бір адам, құлағым тыныш болсын деп арыздан қорлық көргенше, жұмысында тауып береді, үйінде тауып береді, өзінен бірге жүреді, арыз ғой үйге енгенше. Журналистерді дейді ме, сенделе берсін сенделсе, осыны мен де айтайын, осы айтыстың төріне биліктен бір ер келсе, әкімдіктің үйінде, үкіметтің үйінде, газет жазғандарға беріңдер, арыз жазғандарға бергенше. Айналайын Абайжан, қанатын жазып алғасын, қыран ұшар қалықтап, тілін сайлап алғасын, ақын сөйлейді шалықтап, сөйлеп те талай жүрсің ғой. Басыңызға қонғасын ақындық деген алып бақ, ар жағыңнан қозғасам арғатаң жырау қалнияз, сөзді құйған қалыптап. Одан әрі қозғасаң сырымға сөзді үйреткен ата қозы деген биеді, қазақтың жайын ойлаған қымызын қойып сәл ұрттап. Одан әрі қозғасаң тесік тамнан кескен тұсауын адайдың жеті қайықсы, Маңғыстаудың төсінде өлең айдаған қамыттап, әрің әбіштей әулие, берің сабыр Светқали, таңбасын басқан қанықтап, нұрланнан да алыс емессің, ағалығың ағаңның алалсаң болды парықтап. Сен солардың жалғасы осындай жерге келгенде, қақыңда жоқ ендеше өлең мен сөзден тарықпа. Осынау елдің алдында айтайыншы бауырым болған жайды анықтап. Өзім бір туған дарын деп, ақындығым елге мәлім деп, айтсымды шетелге барып танытамын деп, өткен айдың тұсында Түркияға жолдың басын шығардың, Түркия жаққа бағыттап. Стамбулға қарай барыпсың, домбыраны қолға алыпсың, қазақтың ақыны едім деп сөз айтыпсың жарытпақ. Түсінемін әрине, шетел таныса айтысты қазақ үшін анықпақ. Бірақ бауырым сенің де атағыңның айға асылып, шамалы тұрғаны шарықтап. Түсінбегенім осы ғой. Толғайда толғай толғанып, топқа кіріп бауырым, шыққанда жоқсың жарыптап. Қалың елге әуелі өзін таныта алмай жүрген ақын, шетелге барып айтысты қай бетіменен танытпақ. Ал айналайын Абайжан, ақын болсаң әуелі аталы сөзді анықтап, мықты болсаң бауырым, қисық жерден түзіп өт, бүтін жерді тесіп өт, қараңғы жерден жарықтап. Шығатын болсаң төбеге, өз арбаңды өзіңнің мойныңа алып тарт. Бататын болсаң тереңге, кешегі бабаларыңдай, кешегі бабаларыңдай, қарсыласыңның қасқабасын қойныңа салып бат. Жаурыны жер ескемес балуанның, күші кетсе бойынан табылармын. Өткен жолғы сөз еттің сапарымды, біреуін соққы қылып ауыр әннің. Ярас Стамбулда айтысып ем, қылығын көрсеткендей қабыланның. Ол жақта сені ешкім танымас деп сен құсап жағаданап жаңылар кім? Олар тек шын талантты бағалайды көргеннің. Олар тек шын талантты бағалайды. Көкесі
осы емес пе мағынаңның? Сен жұртқа танымалда емессің деп түрттекен бауыржанның шабынан кім? Сен үйтіп көпшілікке өтірік айтсаң біткен жері осы ғой шаруаңның. Қазақстанда көп адам білмесе де Түркияда бәріне танымалмын. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Айтсаңшы қалың жұртқа анық хабар, сөз айтсаңшы ел халық алып қалар. Танымалдық жайында әңгіме айттың, сені ешкім жоқ дедің танып қалар. Біз кімді тірісінде танып едік, қаңқу сөзді қоя тұр қағытпа бар. Мен саған бір әңгіме айтам қазір, санаңа мүмкін бір ой салып қалар. Тіріліктер байқалып тірісінде, өлмейтіндер өлгесін анықталар. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Жүргесін сан айтысқа шығып талай, шаппайын көк мойнақты мініп қалай. Ақындарың, мінекей ақындарың жиылды деп ат басын ақ жайыққа бұрып табай. Келгесін Махамбеттің мекеніне, кет алам ба шындықтан бір ұттамай. Бұл күнде рухани азығы жоқ, қыз теке болып кетті жігіт талай. Ал енді рухы жоқ ару қыздар ақш үшін арын сатты жігіт көңай. Көк аспанға қол созған қыран едің, көк атты жүр көшіңді бұрып қалай. Біреуі шетелділгі қыламын деп мінбеңе мінгірлеп жүр мініп талай. Жыртық женсей жалаңаш кеуделіден бойдағы көтерілет ұрух қалай. Айтысты көрсетпейтін көптелеріне солардың таңсығын жүр тығып талай. Одан қалса үндінің киносы көп, өпірі өшіретін үміт тоңай. Жақсын үйрен жаманнан жирен деген атам айтқан мәтелді ұмытпағай. Будданы қабылдаған мемлекеттің сериалын көрсетеміз сұрыптамай. Қазақтықты келген мінекей осыларды көрген жастар дәстүріңе кетпейме суыт қарай. Қазақтықты келгендер жаңғыртқысы қар өлеңді босатсын құрықтамай. Айтысымды көрсетсін эфирлерден ақындардың аузын құлыптамай. Рухыңды жаңғырту мүмкін емес, ұлтыңның ұл өнерін ұлықтамай. Әгейгәгім, әгейгәгім. Бәрекелді, рахмет.